Бар осында, ана жақта Алик Айдарбаевтың жұмысы отыр. Саяхатқа барамын мен, тікелей түрде қосылайын. Tamam. Келем ба енді хаттар Кім Айдарбаев па? Келді Айдарбаев. Хаттар саяхатқа баратырмыз. Қазір баратырмыз бірге. Жүріңіз. Ассалаумағалейкум. Дауыс естіліп тұр ма, дауысы? Дауыс естіліп тұр ма? Қазір, міне жоғарыдан бір алайын. Дауыс естіліп тұр ма ағайындар? Болды. Мынау бұжығым мекемесі. Түсінбей тұрсаңыздар ағайындар. Бұжығым мекемесі кеше еңбек дауымен осы жұмыс тоқтатып еді ғой, білесіздер. Бүгін жаңа мұнайшылар тоқтатты жұмысты. Енді осында барлығы осында жиналып жатқан секілді, басқадан мекемелер келіп жатыр. Сосын жаңа біздің алаңда тұрған Жаңаөзеннің жұмыссыз жастары бар ғой, жұмыссыз ағайындарымыз. Солар да осында. Енді мен жоғарыдан түттім, қазір төменге түсем, сіздерге көрсетейін деп, міне осыншама адам тұр, халық. Ана жақта да жиналып тұр. Қазір жұмыссыз жігіттер осында жүр, жаңа Алик Айдарбаевпен кездесіп отырып еді, мен соған барады, тікелей эфир осы. Кеттік, Есмет қаяқта? Жаңа қаяқта тұр олар? Жүр, бар Қазір оларды талаппен тұр ма? Не талап оларды? Қазір түсірем, барам қазір. Александр, қалай? Нені жаңа мына әйелдер 55 жас. Оның кешегі де осы бұжығым мекемесінің бір ағамыз айтып кеткен, Кім күліп отқан? Бекзат дейді, біз ешқандай күлкілі не айтып отқан жоқпыз ғой мұнда. Жүріп келатыр мен, дұрыстап түсіргенде жүріп келатыр ма жаңа мұнда Алик Айдарбаев. Астанада? Иә. Сәлем бердік, білем ғой. Өткендегі Ақтаудың көпбалалы аналары ғой. Кім амандасып отыр? Мен жұмыс. Уағалейкум, жұмыссыз азаматтар. Біздерді бақты, біздерді шықпай бақты. Қайда болады? Қаяқта болып жатыр? Жоғарыда дейін ма? Ертеңінде Ассалаумағалейкум. Қалай? Мына тікелей эфир не сөніп қалып тұр ғой? Бізде акиматты тұрған несі ғой мыналар деген. Вообще жұмыс жоқ. Жаңа кім? Жаңа байлар кірді ма? Несі барың керек? Жоқ, жас бала кіріп бір, мен түсірем деп. Үкіметтің адамдары кіргізші ме? Қарапайым. Сұрап көріңіз онда, сұрап көріңіз. Мен кірейін, нешегінде мен жүрміз ғой. Кішкене, бір минут бәтір, тек тұрып кіресің. Так, отырыңыз. Бізді де түсірші айналай мен сөйлейін. Ал сөйлей беріңіз. Ай жаным, амансыңдар ма балдар? Талаптарың оң болсын. Мен пенсияға шыққаныма 7 жыл болған пенсионермін. Балаң әлі кішкентай әрмейге барып келсін дейді. Әрмейге барып келді, сырттай оқыды. Әлі ешқандай жұмысқа алған жоқ. Сол бала үйленіп, баласын да бағып отырмын. 10 адам бағып отырмын. Пенсионер, шалым пенсионер, өзім пенсионер. Шалым 45 жыл болды, өз бірде машинист болып жұмыстан пенсияға шықты. Өзім мына УПНИПОда пенсияға шықтым. Алмайды ешқандай біздің балдарымызды. Кімді алып атқанын білмеймін.
Енді міне осы мекемеге келдім, Әлік Айдарбаев келсе келсін жағдайымды айтайын деп. Ол балдарды бағуға міндетті емес, өскенше бақтық, енді өскеннен кейін сол балдар бізді қарау керек қой. Мына жас балдардың жұмысы жоқ, дымы жоқ, қаңғып жүр. Масқара ғой мынау деген. Сол балдарымызды жұмысқа алсын деп мына БЖБ-нің алдына Әлік Айдарбаев келді келсін келдім, соны рақат іштен. Сол жақ шырағым, талаптарың оң болсын, оңынан шешілсін, бәрін жұмысқа кірің. Мұнайдың үстінде туып, асты мұнай, осы балдардың бәрі бір-бір жұмысқа кіріп, әр жерде мекемеде жұмыс жасауға тиісті ғой. Ауасын жұтып жатырмыз, елмен бірге көріп жатырмыз. Мұнай азайғанша балдар жұмысқа кірсін, мұнай азайып болғасын бәрі бірге шығып кетеді істеген адаммен. Талаптарың оң болсын, жағынан оңынан шешілсін. Халық келсін. Айтамыз дейді, адамдар шықсын, орнына кіреді. Операторды кіргізу. Жұмыстардың арасын жүріп, өзеннің камерасы қатыршы, жұмысты мұна БЖБ шақырып отыр ғой, өзен мұнайға. жоқ, іште жұмыссыз балдар жоқ та. Соны әлі шешкен жоқ. Соны шешін жігіттер барады туған, әріне де барады. Жаңа біздің жігіттер кіріп кетті іште демеді ғой. бір бала бар түсіріп тұрған, бір бала түсіріп тұруға кірді. Қазір шықсын, келесі потокпен сіз кіресіз камерамен. Жоқ, біз бәріміз бір адамымыз, мен кіріп өткенде эфир түсіріп жүрмін ғой мен қастарында. Адам көп. Мен қалып қойдым, жұмыссыздардың Әйтпесе деген аттығы залға жиналың деп еді, залмайтын аттығы залға. Қашып кетеді бұлар. Иә, сол кішкене айтты ғой. Үш адам, 5 адамнан кіресіз. Камераға түсіріп тұр, бұл сенің жұмыс емес. Бұл қапталып тұр, қоймайды бұл тек камераға түсіріп. Ана баланы шығарып жіберейін. Жұмыссыздардан бір адамдар кірді ғой, мен сол кірген кезде мен болуым керек те, өткенде жүрмін ғой мысалы, ана әкімшілікке кездескенде облысқа бәріне барып жүрмін, жаңа ана жерде қалып қойдым. Ана балдарды жоғалтып алдым да кіріп кеткен екен ол балдар, жаңағы біліп Қазір отырмын. 1 минутқа бір поток шықсын, сосын кіресіз, сіз камерамен кіресіз. Ана бала түсіріп жатыр ғой, түсіріп тастасын. Олар айтып Иә, ол бөлек, мәселе мынада отыр, YouTube канал дейді. жұмыссыздардың бәрі осында отыр. Тұра тұрың 1 минут. Иә, тұра тұрың 1 минут. Айтсын енді, рұқсатсыз не қыламыз? Деген жоқ, жігіттер тұра тұрың. Бір камера ғой, біз кірейін деп тұрған жоқ. Біз кірмейміз. оператор. Бүкіл өзен осының каналы бар. Тұра тұрың, қазір кіресіз. Апа, кіресіз деген. Қазір кіргіземіз дейді. Қазір айттыр ғой, бір потокпен кіріп кетесіз. Шықсын не, 1-2 адам шықсыншы. Кіресіз. Бір адам Жоқ, бұл деген ел жағында. Бұндай жарғыда Қазір. мұнда халық зорға тұр, баса көктеп Ана кірді. біздің жұмыссыз балдар отырған кіргізу кезде олар шыққаннан кейін Мені айтып тұр ғой, қазір деген ана топпен өзі мына ішінде журналистский ешқандай канал жоқ қой. Иә, білсін, Халықтың, апа, халықтың арасында бір камера ғой. қазір анау мен шығып орындаушымын, мен қалағанымды кіргізіп шығарып тұрған жоқпын. Ар жақтан неше адам Апа, кіргізсек, соны мен қарашыңыз, ана кіргізбеймін. ішінде біздің бір бала отыр, ішінде әңгімелесіп. Енді мына Енді соны бір бала жаңа айқайласып кіріп қағазын кетті бер ғой. жесек. Міне, Нұрсұлтан десеңіз, бір бала өзі. Беріп еле шыға қойын, обратно шығам шынымен. камераны кіргізу керек еді. Берді ма? Кіргізіп жіберейікші, камера. Түшкірген жерде тұра алмады. Кіргізе қойын. Оператор. қазір айтамын қазір. Біткеннен кейін не керек камера? Апа, ей, камера ғой, бір камера ғой. Кіргізе қойшы. 1 минут Айқай болып кеткен ғой, мына бір көтесіне ана сығайын деп жатыр, уже болды. Адамдар сызып жатыр. бір адам қай жерде? Кіре берейін ба? Жоқ, мен түсіруім жоқ, біздің балдар іште ғой. Келейік ғой.
Ана кісі таниды ғой, өткенде түсірген ғой. Иә. Жоқ, мен түсіруім керек енді, ана жақта күтіп тұр ғой. Ана жұрттар көріп отыр ана жақта. Әкімшілік ағалар көріп отыр ғой, мені көріп отыр бәрі. Бұл жерде. Мен үндемей тұрамын. Жоқ, мен без комментарий түсіремін ғой тек. Енді ана кіріп кетті деп ойлап тұр ғой, кіріншеші. Үндемей тұрамын ғой. Енді кіргізіп жіберді ана жерден мені жаңағы. Сеппепсің дейді ғой мен. Қой, онда мен мына жерде тұрып не істеймін? Ішке кіргізбейді деп айтамын, онда ана халыққа өзден сөйлесін. Үндемей тұрамын ғой кім? Басқа мекемелерде тұр ішінде. Тек былай тұрамын, тек таяқ болып болды. Кіргізші балам. Кіргізген баланы. Көсіппен кіргізген ғой. Өткенде білесің ғой ағам, мен өткенде түсіріп жүрмін ғой мысалы. Соны енді мына жұрт тұр. Ана жақта мені кіріп кетті деп ойлап отыр қазір. Жоқ, кіргізерші. Жүз. Алаңда тұрған балдар ғой. Азамтай бұнда бәрі ғой. Өзендайлар умеешсің скважина құлышты оған тарифті беріп тұр. Умееш әдет қосал ма? Қосайма мен. Төлейтін 600 теңге әбетке. 60 теңгеге не түседі айтыңдаршы өздеріңе. Вот мәселе. Алике, біз сізден жақсы шешім береді деп ойлаймыз. Және де мына әлі сіз жиналыс жасайсыз қазір. Умеес керек. Қолдауға дайынмын, бірақ бұл мәселені мен қалай деп айтайын. Сен нақты шешіп бермейтін болсаң, неге кетесің? Жоқ, бұл өзімнің бірақ ұсыныс береміз. Біз тұр едік очередте, мына жігіттерден кейін біз тұр едік. Мұнда не ма? Жағалай? Сен сөйлесіңдер ме сіздер? Сөйлесіп болдыңдар ма не сіздер? Күтіп отырсың ба? Онда айтшы. Ассалаумағалейкум, жаңылжан халыққа. Біздер таңертең алаңға бардық, мына жігіттер адам аз екен, Алик Айдаровай осы жаққа келіп жатыр дегесін, мен алаңнан 5-6 баланы ертіп, мына жігіттер бар, соны ертіп осы араға келген болатын. Ана жақта анандай әңгімелер кетіп жатыр, бізге айтпай кетті деген. Біз барған кезде ешкім болған жоқ, айтты жігіттер, міне куә ғой, міне адам аз болып. Сондықтан қазір прямой эфирде боламыз, сөйлесеміз, көреміз, Алик Айдароваймен сөйлесіп көреміз, мәселені шешеміз, шешпейміз. Мына әңгіме айтып жатқанда басқа мекеменің адамдар екен. Бізде IMG болды, музей болды, мониторинг болды, Не айтасың бұл жерде? мекеме соның ішінде IMG болды. Жоғарыға Анар деген бастығымыз сол бастық. Мына жерде ағайындар жаңағы мекеменің өкілдері келіп осы жерде Алик Айдаровпен бәрі осы жерде кездесіп жатыр екен. Мұнда жұмыссыздар да келіп жатыр, кешегі ана ереуілдеп тұрған мекемелердің де өкілі келіп жатыр. Онда мен түсірейін онда, иә. Сол келіншек болған кезде, 3 жыл болған кезде 5 мың теңгеден алып тұр. IMG келсе. Одан бері қарай басқа мекеме бар, бізде жоқ. Тамақ та жоқ, сүт те жоқ, сегізінші марқа ақша да жоқ, праздничный жоқ. Осы уақытқа дейін келіп, кеше МБКС-те біз забастовка жалақымызды көтерейік. Жалақымызды көтерді. Мағден Сапаев болды, сол кезде Қазақ Мырза болды, бастықтар болды. Тамақты қосты, сүтті қосты. Сол кезде. Өткен жоқ. Италияға бізге талон жоқ, ақшасына айлыққа қосып, біздің айлығымыз сол үшін көтерді. Питаниямен көтерді. Бәрі қазір дамыған. Енді мына FTC-ге мекеме алды ғой, ноябрьдің 1-нен бастап. Тоқетерді айтайыншы, бәрін айтпай қойып. Не спецовкасы жоқ. Мына келісім шартты мен қанша рет оқимын да, мен түсінбеймін да. Қанша рет оқыдым дейді, оқып қарасам келісім шартты. Түсінбедім. Енді спецовкасы жоқ. Кеше айлығымыз 3 бөлініп түсірді FTC компанияда. Бұны басшыларды білетін шығар. Пенсионный тіпті дұрыс түскен жоқ. Вообще түспеген қыздар. Кейбіреуін түсірмеген. Мен жоқ. Мен бар менде. Міне кеше айқайласқан бұл пандемик па, кеше түсті. Еще бір айда 2 рет, 3 рет Біз кеше отказной письмо жазып дайындап қойдық.
мына ФТС мекеме керек емес, расторг етесіздер. Кеше МБКС-мен болған кезде сразу расторг етті ғой. Даже жылы бітпей тұрып расторг етті МБКС-ті. Потому что осы уақытқа дейін ең азы бір 120 теңгенің крем берді МБКС. Айтамыз ғой 5000 теңге қосшы бастықтар айтты деме, қыздарға бір 5000 теңге қосшы бір кафеге барсың, я тамақ алсың күне деп та. Мать одиночка 80%. О, басшылар білетінше 80% мать одиночка. Балдарымыз бар ішінде 40 шақты, 50 шақты балдарымыз бар. Біз мына островта жүріп, мына островқа передвижение жоқ бізде. Ешқандай передвижение жоқ. Я біз аутсорсинг өте алмаймыз, жылымыз 2008-де бері жүріп. Я балдар өте алмайды, например, штатты өте алмайды. Басшылар айтып отыр ғой, возможность болса мына балдарды хотя ер азаматтар тұр ғой, ер азаматтар өзін шешті. Олар айтты, жақсы ерте мартта экзамен болады, мартта экзаменге шақырамыз деп. Ол экзамен барғанда мына өте ма, мына бала өте ме, кім өтеді онда білмейміз. Әйел адамдарға жұмыс жоқ деп Өзімнайгазда сөйледі бізге. Шешіп айтты, жаңа тарасы бар, ерін. Мен айттым, әйел адамдарды Өзімнайгазда жұмыс жасау жүр ғой дедім. Жақсы дедім, мен қазір Өзімнайгазда мен жұмыс сұрамай-ақ қояйын. Жақсы дедім, ал. Біз енді хотя бы дедім бір кішкене болса да бір тарифный ставканы көтерсін. Мына келген кеше мекеме айттым. Сен алып жатсың ғой дедім, міне, алып жатсың, Астанадан келіп жатсың. Сен алып жатсың екен, 3 миллиард 800 бірдеңемен алып жатыр екенсің. Ол бізге не дейді? Мен 1 миллиард түсіріп алдым дейді. Мен 20 миллион убыт кетіп қалдым дейді. Кешегі айтып отқан сөзі 30 миллионмен убыт кетіп қалдым дейді. Мен айтып ұяттық қой дедім. Маған сен рабочий адамға сен айтып ұялмайсың ба дедім. Сен вообще айтпау керексің дедім ол. Ондай проблема сен айтпа дедім. Ол проблема мен шешпей қой дедім. Мен жоғарыда отырып саған берейін бе 5 миллиард, 10 миллиард беремін. Давай қыздардың жалақысын жөнінде давай. Түсір ақшасын түсір. 20 айлық бермесін, 30 айлық қыл. 60 мың бер. Өзімнайгазда қылып берді. Мен отырсам деді баяқта. Мен бергізем деді. Потому что мать одиночка ішті көп деді. Мать одиночка көп ішті отырған деді. Бізде Нақтылы айтпап шайдан бері біздің оңайсында от түскен жоқ. Ол ақша қайда жүр? Нақтылы айтып жатыр мен. Білсін деп та, білсін айтып жатыр. Маған ондай проблемасын айтпау керек мына рабочийларға бізге. Сен неше процент, неше немен түсіріп алсаң да сен айтпа. Сен наоборот, қыздар, мен сізге тарифный ставканы көтерейінші, да? 637 теңге тарифный ставкамен жүрмін. Давай сенікі бір 1200 теңге қылайыншы, 1000 теңге қылайыншы сен тарифный ставканы деп. Айту керек қой. Ол жоқ. Бізге тек мен бүйтіп алдым, мен сөйтіп алдым деп әңгіме. Енді мына балдарымыздың мәселесі шешілсе екен дейміз. Осы балдарымыз аутсорсинг өтсе екен дейміз. Мына островта неше жылдан бері жатыр. перспектива жоқ, карьерный рост жоқ. Өзімнайгаз кеше бізге кеше 7 мартта 10 МРП қосты. Кеше оклад 20 МРП деп. Осыны бала туылып жатса ақшасын тағы қосты 50%. Осы бір жылда отпуска, біз отпуска затты бар ғой, мен міне құдай деп айтайын. Мен ойлайтын отпуска алсам менде үстіне маған 1 айлық қосылады деп та. Бізге 1 айлық деп қосылмайды. Ал көрген жоқпыз біз деген. Екі күнде күнде 4 күнде 8 күнде біз солаймен келдік неше жылдап та бірдеңе деп сөйлесек үстігін актері кетем, актер жазам болды. Біз мына Өзімнайгаздың басшыға біз әлге дейін барып айтып көрген жоқпыз. Потому что кіру жаңағыда айтқандай қиындау. Енді командировка кетіп қалады. Сол үшін бер жағында басшыларға айтамыз да, оларға айтқанмен толық жоқ екен, қарап отырсам да, толық жоқ. Біз әлге дейін даже отпуска нормально біз алып көрген жоқпыз. Енді білмеймін, енді кеше талаптар берді ғой кеше. Праздничный қосылады, оклад қосылады деп. Біз әлде де қолға алған жоқпыз сол. Енді февральда, ертең мартта аламыз амашты. Мартта аласыз. Сол бір тағы бір біздің бір талап бар. Если возможность болып жатса, осы тендер деген зат тоқтатып тастаса. Мен кеше айттым, 4 миллиард 800 дедім, 17 объект бар, 17 объектқа сен бөлші дедім да, бөлші дедім, сол ақшаны дедім. Бөлш ар жақтан беріп отыр государство дедім, беріп отыр ғой. Беріп отыр, соны сен бөліп таста да әр мекеме, қыздар өз мекемесінде жүрсің, әр 4-5 баланың соның ішінде сантехник, плотник, электрик, ешқандай айқай дауы болмайды. Баяғыда да bizim апамдар сөйтіп істеп жүрді уборщица болып та. Ну, кеше олар оператор болып кетті, біреу диспетчер болып кетті, бәрі бөліп кетті. Сол кезде айқай шу жоқ та. Өзімнайгазға да проблема емес, айқай шу болмайды. Ана жоғарыда самұрық қазынаға да, ерте самұрық қазынаға 550 қатын хат жазды. Самұрық қазынаға даже барып та керек. Может, Тоқаевтың алдына барып жылайтын шығар 550 қатын. Ол жыласа Тоқаевтың өзі келеді, мынау что проблема дейді. Давайте 3 миллиард 800 емес, берің олар 6 миллиард 7 миллиард бер мына қатындарға. Тынышталсын деп, келе мать одиночка жауапқа қатындар. Бәрінің 5 баласы бар, 6 баласы бар. Мен сол мен бір просьбам, если возможно, да, 4 миллиард 700 14 объектқа бөлсін. Давайте басшылар, осыны жабайық түбіне жауып тастайық деп та. Чтобы осылар қайта-қайта мен алдыма келмесін, маған письмо жазбасын деп, бөлек там сантехникін, электрикін, плотникін жіберейік, кетсін деп та. Сол
бұл ақша неужели болмайды да? Ай сайын, айына маған айтады, бастық айтады, айына 100 миллион аударады дейсіз. Мен 100 миллионды мен сен тамағыңа берем ба, сүтіңе берем ба дейді. Сен 100 миллионды сен сұрашы ештеме. Сен сұра, тағы сұра ақша деймін да. Ол қарап отырсаң, кейін қазір өзіңіз көріп отырсыз, бәрі қымбат. Еттің бағасы қымбат, квартплата төлей алмайды, квартиран, үй жоқ қыздар бар. Кеп-кеше міне мен алыста кетпей ақ қой. Кеп-кеше мен туған сіңілім үйін сатып отыр, осы мекеме жұмыс жасайды неше жылдан бері. Үйін сатты, ертең міне барып уже ипотека үй алайын деген кезде пенсионный дұрыс түспей тұр. Міне менің үйімде жүр, 5 баласымен мен үйінде отыр, байы баласымен. Үйін сатып жіберіп үй алмай қалды. Не за проблема? Пенсионный проблема. Мен бір папка, не алып келдім, бір пакет пенсионный түспеген қыздардан. Біз өзім мұнай газға неміз жоқ, претензиям жоқ өзім мұнай газға. Пенсионыңызды түсіруге жұмыстандық. Пенсионыңызды түсіреді. Түсірді дедіңіз ғой? Түсірді. Я. Заттардың бәрін ай сайын айлығында пенсионға түспейді. Пенсионға бір көтерсе, ай сайын неге түспейді? Бір басшы келіп, например, біздің хабарымызды алмайды, өзі қасыға шуға тұрау, осыдан қаңғылаға тұрау. Қарайды, осылардың жағдайын бір әйел адамдар ғой, спецовка бар ма? МБКС'дің спецовкасымен жүріп біздер, МБКС'дің. Осындай болып жылап, айқайлап, забастықты кеше біз жұмыс тоқтаттық. Қазір мына бесіз мақсат деген контордың алдында темір үйімізді құрып, түрімен сол жерде күрішіміз шайын. Сұрамасақ бізге сос пакет қайда болды бұл соққа дейін? 2020 біз неге алмадық сос пакетті? Биыл шығыватыр сос пакетті. Осы жылдан берілді. Осы жылдан берілді. Программа МК-Казмунайгаздан 70%-те жаңа зарплатасы көтереміз, сос пакетін береміз деп ол план етті. Бізде қазір оқушылар 630 теңге. Мына сағатымызға да 3 теңге. Вахтерлар 644 теңге. Былай, тарифный ставканы көтереміз ба? Оның экономикасының ішіндегі қанша жалақысы бар, жалақыға қанша кетеді, расходы қанша санайды, көтеретін болса, дополнительный береміз. Әйел адамдар деп көп елемейтін шығар. Бірақ еркектің орнында жүрген әйел адамдар бар. Ер азаматтың орнында Алеке, қарастырып отырып ғой, мынаған сізге тапсырылды ма? Қыздар, мысалы, кешегіде, міне, біздер әйел адамдар тұрып, барып тұрдық па жерге, әр мекеме, НГДУ бар ішінде, УКС бар, сол тұстары қыздарға үстінен угрожение жасап жатыр. Сендер жұмысқа шықпасаңдар, үстінен ақы толтырамыз, бүйтсем сонда біз не? Сонда біз айлықты талап етпейміз. Біз сонда айлықты талап етпейміз. Біз солтүстің қыздарының, солтүстің балдарының, солардың артын жинап тазалаймыз. Олар бізге жұмысқа шығыңдар. Болмаса сен акт жазып жұмыстан шығарамыз. Сол дұрыс па аға? Ол не масқара? Қазір жарты рабочий мында компьютердің алдында отырып, олар үстіне акт жазып жатыр да, кеше өзі мұнай газға келіп тексеріп жатыр. Олар компьютердің алдында отырып, саусақпен жұмыс жасап отырып, ақша нормально алады, ал біз ақшамыз салып кете алмаймыз да? Кеше мына Аян мырза келді ғой, FTCD компания келді ғой бізге. FTCD компания келгенде біз айттық қой. В общем, алдында мына Хасан мырза уәде беріп кетті бізге, Мәмбет Сапай Бауыржан уәде беріп кетті. Біз сол кезде айттық, ертең келген компания деді, біз ішімізде қыздардан диплом бар қыздарды бір кішкене болса, передвижение болса, жұмысқа алсын деді да енді. Біреу мастер қылып, например, да, біреу отдел-кадр жоқ, бухгалтер жоқ біздерде. Алсын дедік, жақсы. Онымен мына Аян мырза келеді, Валя тәте біледі дейді. Айтатыны біздің экономист бар, сол біздің экономист сөйерді. Заң болып отыр, бастық болып отыр да, соның баласын оның баласын алып шығарып тастап еді ғой. Алып тастап деді. Бұлайда енді бір сұрақ сіздер өз талабыңызды айтсам, біздерде енді перспектива қандай 50 балада 10 жылдан бері қызмет көрсетіп келе жатыр. Осы өзенмұнай газға сантехник бар, электрик, плотник, дворник бәрі бар да. Біздер жап-жас балдарымыз өмір бойы даласып бара жүрмейміз ғой енді дегені. Бізде перспектива қандай вообще дейтін да? Бұлар арасында үміт жоқ та, үміт жоқ. Дворник па, көрсе біз өмір бойы дворникпіз ғой деп жүре береді да сонда.
Bizde ümit болу керек қой, жастар. Жастарды құрттай үміт болу керек қой, жастарды құрттай деп отырып, Біздер де сол өзен еңбек сияқты ауысқымыз келеді, қара жұмыс слесарь қылып, оператор қылып, сондай болып бізде кіргіміз келеді. Олар дворник, бірақ слесарьдің жұмысын жасайды. Ол ешқайсы өзінің объектісінде. Шуламай. Қыздар шуламайшы. Жаңа айтып отырсыз ғой, вопросты самұрық қазынаға мен айтам жеткізейін деп та. Енді бізден қандай сізге не керек? Арыз керек па? Зат керек бізден. Оның жаңағы бұлай болғаны, мына жаңағы ненің правиланың кемшілігі. Правила закупкінің кемшілігі. Жыл сайын жаңағы тендермен өтеді. Содан кейін жаңағы бірнеше компания қатысады, содан кейін жаңағы тарифті түсіреді, бәсеке ғой. Содан кейін жаңағы компания жаңағы ұтып алғаннан кейін, тариф аз болғаннан кейін, әрине жаңағы өзінің жұмысшыларына жағдай жасалмайды. Биылдан бастап. Дұрыс айтасыз. Мен жаңағы біздің мұнайшыларға айтып жатырмын ғой. Біз тек қана жаңағы өзен мұнай-газ мұнайшыларын емес, айналамыздағы жүрген жаңағы бірнеше компаниялар бар. Соларды ойлауымыз керек деп біз биыл сол жаңағы тарифті көтеру үшін жаңағы бірнеше миллиард теңге қарастырдық. Соны қарастырған кезде жаңағы біз қазір мына жұмысты бастадық. Жаңағы бұрынғы контрактыға тимей, қазір FTC. Құдай көпсін біз керек, шетелдің компаниясы біз керек. Содан кейін жаңағы олардың жаңағы акционерлерін шақырып, Өзенмұнайгаз. Содан кейін оларға Өзенмұнайгаз айтады. Сендердің жаңағы рабочылардың жалақылары осындай болу керек дейді. Олардың соцпакеті осындай болу керек дейді. Егер де сізде қосымша жаңағы обед андай болса, жаңағы қараңдар. Бұл Өзенмұнайгаз сол жаңағы неге доп соглашениеге сондай талаптарды жазады. Содан кейін ана акционерге айтады. Мынаны орындау үшін саған қанша қосымша ақша керек дейді. Содан кейін олар алып келеді расчетін. Алып келеді. Содан кейін жаңағы Өзенмұнайгаз тексереді. Содан кейін оны қабылдайды дағы қол қояды. Енді мысалы доп соглашение жазылды ма сендердің жалақыларың жаңағы қандай соцпакеттерің доп соглашениеде болу керек. Егер де ол орындалмаса, Өзенмұнайгаз ол доп соглашениеде бүйтіп жазылған. Өзенмұнайгаздың құқығы бар жаңағы мыналарды тексеруге деген. Сондықтан егер де ол Өзенмұнайгаздан қосымша ақша алып, сендердің жаңағы ана жазылған нені орындамаса, онда Өзенмұнайгаз ол компаниямен жаңағы сөйлеседі. Түсінді. Кеше маған айтты ғой, мне нужны факты деді, пожалуйста, факты. Қыздардың жалақысы бір айда 3 рет бөлініп түсті. Тіпті біреуге 200 мыңда түскен ақша бар. Факты мне нужны деді. Пожалуйста, пенсионный, пожалуйста, спецовка дұрыс түспейатыр. Факты дедім, мне әкеліп жатырмын дедім. Кеше Гүлязияға мен айттым. Мне пенсионка түспеген қыздарды дедім. МБК-сы түседі, FTC-де түспейді дедім. Спецовка қайда дедім? Зимний қайда? Қаяқта дедім? Ол жоқ дедім. Факты тебе надо дедім. Жалақыны бір ай 3 рет түсіреді. Өзенмұнайгаз заказчик ретінде сіздерді қолдайды. Айттық. Оны айттық. Мен бізге айтам, бізді де тыңдай қойшы, манадан бері тұрмыз, саламатсыз ба? Жаңағы сұрақ қойдық қой. Апа, 20 жылдан келаттық, 20 жылдан хотя бы 2 сағат Тұратырыңыз, айқаламаңыз бұл жерде. Қойшы бізде айтайық. Бізде айтамайық, бір 5 минут. Жауабымды алайыншы, болды мен жауабымды алайыншы, мана қойдым сұрағым дейтін. Сіздердің сұрақтарыңыз ол қиын сұрақ. Бір келгенде кешке Неге? Мен сөзге айтайын.
схема бар, өзеннай газға жұмыс алатын схема бар ғой. Ол схеманы көрдіңіз бе сіз? Ол схема бар. Ол жерде бірнеше печать тұр ол схемада. 10 жылдан кейін кіресің ол схема. Түсінесіз ба? Печать деген мына кәсіподақ, жаңағы мына таза су, соның кейін жаңағы өзен инвест, акимат, барлығы мынандай жаңағы толған схема. Ол схеманы өзгерту үшін осы печатты қойған адамдардың бәрін жинау керек. Жина, сонда. 7 жыл болып пенсия çıxанымға әлжік баламызды кірді алмайды. Оны жаңағы тек маған байланысты емес. Ол жерде профсоюз да бар, ол жерде акимат та бар. Ол жерде жаңағы көп жаңағы сол неге схеманың ішіндегі мекемелер, адамдар. Сондықтан мен қазір сізге айта алмаймын. Мына схемадан біз мына жағынан аламыз деп сені, мысалы. Содан кейін бір несі бар, Өзенмұнайгаздың. Жаңа қалайды, узкий специальность деген бар. Егерде мына схеманың ішіндегі келіп жатқан адамдар бар ғой, жаңағы неден, центр занятостан келеді, жаңағы профсоюздардан келеді, одан кейін жаңағы Өзенмұнайгаз квотаны түсіреді. Сол квота арқылы мынандай жаңағы жылжиды. Сол кезде, сол мына Өзен инвест, жаңағы ана мекемелердің ішінде, мысалы, моторист жоқ болатын болса, моторист. Енді Өзенмұнайгазға моторист керек. Сонда жаңағы бұл Өзенмұнайгаз айтады. Сендерде жоқ па мынаның ішінде моторист? Онда болатын болса, мен мотористті сырттан іздеймін деймін. Моторист қайдан бұл? Енді түсіп отырмын ғой жаңағы. Сондықтан бір жолы бар, мына схемадан былай жаңағы ететін жаңағы. Бірақ оған маман болу керек. Перспектива болу керек қой енді, Алеке, перспектива болу керек қой. Мына мекеме сіздерді айтасыз, FTC-дің, например, неше жылдан бері жүр екен деп та, тендер. Давайте осы балдарды, осы мекеменің, например, ер балдарын бірінші қойып. Потому что кеше схеманы бұзып па? Өзенгесте неден кетіп отыр ғой? Жылдан қарайған ата пенсияға кетіп отыр ғой, солай емес па ол бетіне? Мен айта қойыңызшы да. Алик мырза. Айта беріңіз. Братан, айтшүйсің ау, мекеме ма? Бұна вообще жұмыс. Аға, мен жұмыссыздықтан келіп тұрмын. Қазір айтып берейін. Тыныштаңызшы. Маған 5 миллиард, 10 миллиард ақша керек емес, тұра тұршы. Аға, мен бір соның ішінде біз комиссия істеп жатыр. Комиссия қандай жұмыс беріп жатыр, білесіз ба? Сол, жеке меншік жұмыс беріп жатыр. Біз қандай талап қойдық біз? Біз талапты болашағы бар жұмыс сұрап отыр, болашағы бар. Жеке меншік емес. бізге бар ғой, тек аутсорсинг болса болады. Мен семьямын, мен көп бала туған жоқ, бір күйір балам бар. Айтады 5 балалы, 10 балалы адам кетті, мен қашан барам, мен я же не виновата бір бала туғаныма. Бізге аутсорсинг болса да дейді. Аутсорсинг деген болады ғой. Болды. Мен сен тіпті бармыз өзендің басында осы өзенде анаға көтеріп таба алмаймын, мынаған 7 жыл болды. Мына жұмысында қойда жүресіз. Адамдар жүріп қоясың. Басқа адамдар кетіп отыр. Ана айтайын деп тұрмын ғой.
Мурат Мустафаев. Ассалаумағалейкум, мен мына бошта қалып қойдым. Бұрышта тұрып, адам деген мына мен ішінде адам көп. Эфирді аяқтай, жалғастырамыз әлі эфирді. Гүлдің астында отыр мына, гүлдің бұрышқа тақап тұрып. Адам деген мүмкін емес, бәрі өзінің уәжін айтуға келген ғой енді. Дұрыс қой ол да бір жағынан. Жаңабай, отырып сөйлесіңші. Ана отыра қойсыңдар, дұрыс сұрақ қойып жібересің. Сосын кезекпен кезек мына аталар кім? Мен мына жерін түсірейсің. Ана жаққа отырыңызшы. Біріншіден ассалаумағалейкум. Біздер Жаңаөзен қаласының тұрғындары, жұмыссыз тұрғындарының атынан келіп тұрып, алаңда 5 мыңға жуық халық тұр қазір. Мына әділетсіз схеманың осы күнге дейін әділетсіз болып келуіне наразы халық алаңға жиналып 15 күн бірінен бастап тұр осы күн. Оған облыс деңгейінде құрылған комиссияға біздер көңіліміз толмайды. 150 орын ұсынды. Оның ішінде кілем то. То деп отқандардың өздері мына арада жаңа контрактысын ала алмай шауып жүр мысалға. Біздерді соған жіберіп отыр. Тұрақты жұмыс істеп. Мысалға жаңағы сіздердің ұсынып отқан схемаңыз әділетсіз, осы күнге дейін әділетсіз болып келгеннен халық тұр алаңда. Сондықтан біздерге мұнай-газ саласынан жұмыс ашып беруіңіз сұрап отырмыз. Оны кім ашады? Неден ойлап шығарамын? Қайдан ойлап шығарамын? Ал идея айтыңдаршы маған. Идея табылды? Қандай идея? Схеманы сіздер айналып келіп тұратыңыз. Сіз айтып отырсыз 5 мың халық схемаға қарсы. Мына жерде 5 мың халық схемаға қарсы емес. Схема шаруамыз жоқ. Вот схемамен кете берің, бірақ бізге мекеме керек. Енді схемамен кіретін жаңағы Өзенмұнайгаз. Солай ғой. Енді сіздерге Өзенмұнайгаз емес, жаңағы басқа еншілес компаниялардың ішінен оны Қазмұнайгаз деп отырған. Мен жаңағы кімдерге біздің басшыларға тапсырма беріп, қазір жаңағы доп соглашениелер қол қойып жатырмыз ғой. Соған ана компанияларға айтып жатырмыз. Сен осынша жұмыс орын ашасың деп. Сөйтіп 150 орын табылып отыр. 5 мың халыққа 150 орын. Енді басқа Аға, например, кейбіреулер Қазмұнайгаз қолдан келгенше істеп жатыр. Қолдан келгенше. Басқа бізде мүмкіншілік жоқ. Жоқ, очень 5 мың болғанда жылжымайды сіздің очеріңіз, жылжып жатқан жоқ. Енді кеше Жылжымайды, очер. Сіз айттыңыз ғой орын жоқ деп, біз енді қолымызда конкретно дәлел жоқ, аға сіз қағаз жүзінде, бірақ біздің естуімізше Өзенмұнайгазға қатысты мекемелер ішінде бос штаттар бар. Bir қызметкер 2 адамның жұмысын жасап жүрген деген әңгімелер келіп жатыр. Неге соны тексермейді? Бос штатқа біз неге жібермейді соған біздерді? Жіберіп жатырмыз. Анда 5 мың халық қазір, сіз айтасыз, білмейміз дейсіз, 5 мың халық не істейді? Қалай күн көреміз біз? Біз не жеуіміз керек? Осы қалада тұрып біздер сонда бір тұруымызға бәріміз кімнің алдына қараймыз? Сіздер басшы ретінде осы халықтың жағдайын шешіп беруіңіз керек. Көбірек алынады Өзенмұнайгазына. Көбірек алынады. Сіздер жаңа айтып сіз айтқан комиссияға біз жұмысына өше қанағаттанбаймыз. Біздің талабымыз нақты орындатқан жоқ. Біздің қойған сұрағымызға толық жауап беріп жатқан жоқ. Ұсынған мекемелер жаңа өте келді сол мекеменің қызметкерлері. Олар өздері сенбей үрейме жүр. Ой қапар бізді отырғызып жатыр, тұрақты дейді. Ол тұрақты емес. Әлі айтқан комиссияңыз жаңа біздің сол 150 адамның қолына сол мекеменің басшыларымен келісімшарт жатқан қағаздардан көрсеткен жоқ. Тек 150 адам аламыз деді, болды. Ана деген қарайған халық күтіп отыр. 5 мың халықты өзіңіз ойлап қараңызшы. Ол 5 мың халық не істейді? 5 мың халық ала келіңіздер. Схема ол заңмен тастауымыз ортаға келісім ғой міне.
Өзенмұнайгазының директоры, өзеннің әкімі, облыс әкімі бұрын Қаныбек Жұмашевтың заң несі, үшеуі ара келісім. Солған сіздер сеніп алып, халықты итеріп отырсыз да, кейін қарайда. Ол заң емес қой. Бір сүйекті келіп тастаған не отырып та, неді, қырғын турист болып отыр. Сонда заң қайда меморандумға... Онда біздер не үшін кезінде оқыдық, не үшін диплом алдық, мына жұмыс жасамайтын болсақ, неге біз онда оқыттыңдар? Мына оқытып өткен кезде студенттер кішкене қара көріп маманды. Сонда мұнайшылар өзінің өмірін сүріп те қалған адам. Не істейміз? Көбі соның ішінде жастар қазір, аға, жастар жүр. Жастардың болашағына ертең не болатыны кім кепіл? Жастар қазір олар ертең жұмыс жүрсе, ішіп шегіп, біздің болашақ қаласамыз не болады? Біздің қала не болады? Например, бөліп алатын болсақ. Бөлмей-ақ қояйық, бірақ жастарға деген жұмыс қайда? Сіздер мысалға жастарға көп көңіл бөлуіңіз керек, жұмыссыз халықтың жағдайын мұң-мұқтажын ана жаққа жоғары жеткізеді деп сіздің алдыңызға келіп отырып. Осы жағдайда сіз айтып тұрсыз ғой, тек мен шешпеймін, мына жақта басқа да адамдар бар. Сол адамдар мына жаққа келсін нағыз болмаса, болмаса сіз шешпеңіз, сізден сұраймыз. Келгенше істеп жатыр. Биыл біз біраз жұмыс жасадық. Көбірек Өзенмұнайгазға аламыз ана нені жылжыту үшін. Мінекей мына жаңағы мердігер компаниялармен сөйлесіп, оларға жұмыс ашқызып отырмыз. Бәрі қолдан келгенше Өзенмұнайгаз істеп жатыр. Енді сұрағыңыз ауыздан кешірерсіз. Сіз айтқан схемаға ана жақта 5000 халық сенбегендіктен тұр. Ол схема әділ емес. Осы күнге дейін ол схема қозғалған жоқ. Кеше біз айқай шығарып тұрған кезде халық енді ол қозғап бастап жатыр. Ол схема қозғалып тұр. 286 адам. Жоқ. 80 адам. Біз деген қара 2021-де 2022-ні алғанда 40 адам қозғалып тұр. 40 адам. Иә, кеше областойда. Дәлелмен айтайын. Кеше Ибагаров айтты ғой, 1730 адам кетті деп айтты ғой. 2019-дан бері тұрған адамдар бар. Бір саны өзгермеген, бір саны. Бұл әдетті ма енді? Міне дәлел, міне мен Нұр Отанда учетте тұрмын да, міне 83-та, міне 12-ші ай 21. 1730 адам кетті дейді, қара енді. Міне 81-ші ай, 18-і 1-ші ай. Қараңыз ау. Ұшақ күйір адам, ұшақ күйір. Міне кеше айдан кейін барғанда міне. Үшінші баланың бар еді. Жоқ, 5000 халықтың бір талабы бар. Бізге бөлек мекеме ашып жұмысқа орналастырсын. Егер жаңағына өзі емес пе, біреудің нанына біз тиісе алмаймыз. Берекетін көрсін. Міне 02-10 дейді. 1163, 17 адам сондағы да жылжыған. Сіздер айтасыздар, ой 286 адам. Қаяқта 286 адам? 1730 адам деп отыр ғой. Мына кісі 2001 деген маған Нұр Отанның берген талондары мынау дейтін. Ал сізге міне жүзінде 17 адам сондағы жылжығанды. Ана схемаға ешкім сенбейді мына жақта. 5000 халық. Мекеме аша алмаймын. Сіз бұл схеманы әдейі осындай жаңа кісінің ақылдасуға болмай ма? Сіз айтқан көпшілікпен Ол схема жұмысын жасапты. Сонда ана халыққа біз не айтасыз? Қандай үміт бар олар? Тұра бере ма не? Оның бала шағалар не жеу керек? Бір-бірінің етін жей ма? Не істейміз сонда біз? Мына өмірге біз келдік қой, адам болып. Өмір сүріміз келеді бізде. Бізде ел қатарлы өмір сүріміз келеді. Осы қаланың тұрғыны ретінде. Біздерге бала шаға бар, айлығы тұрақты мекеме ашып беруін сізден талап етеміз. 5000 халықтың атынан келдік, біз жан айтамыз жеткізу үшін сіздің алдыңызда. Сіздер халықтан талап еткен талапты орындауыңыз керек сіздер. Бізге де тыныштық керек. Ағаш шетігіп жату керек болайын. Басқа шанс қалмады. Жігіттер рұқсат болса біз керек енді. Енді біз сізден жауабыңыз күтіп тұрып. Аға сіз не айтасыз? Схема, әділ схема дейсіз. Әділ схемаңыз мынау мысалға да мен дейтін. Мекеме орын аша алмаймын. Кім ашады оны? Білмеймін, оны үкімет бар, мен аша алмаймын. Оның хабарын бізге қашан айтасыз? Сіз білмейміз соны. Кімге баруымыз керек? Күн шаң мүмкін. Кімге бару керек енді біз? Мен аша алмаймын. Мұнда сізді неше комиссия қойып жіберді? Не істеймін? Жұмыссыздармен бірге шыға берейін енді. Олардың жаңағы несі бізге осындай бір ақылы система керек. Аналармен бірге кірісіп жұмыс жасауға. Бұлай айтатын себебім, кеше карантиннің уақытында өздеріне болатын болса жасады сол 5 күн. Өздеріне деме. Пандемия келгеннен кейін адамдың денсаулығын сақтау үшін тартып жоқ болғанда бір скважина варить етілмей қалды. Бір скважина ограждениесі варить етілмей қалды. Олар болмай еді ғой. Если сварка көп болып жұмысын жасайтын болса, ол деген өндіріске керек қой.
Қазір былай, Емес қой ешқандай. бүгін ертең 7 күндік қыламын деп айта алмаймын. Біз енді Сізге айтып отырмын ғой. Сізден естідік Қазір хабарды. хабарды естісеңіз сол. Енді Алекең- Қазір біз мына операторларды орнаттырып толтырамыз. Содан кейін ППД-ның операторларын толтырамыз. Содан кейін сварщиктер көбейетін болса, содан кейін қоямыз. Қазір Біз аударсаңыз. артында қала береміз де сварщик. Артында емес. Себебі былай ғой. Сізді аударғаннан кейін мен дайын болуым керек. Оған АНР керек. Оған басқасы керек. Онда 12 сағатқа кетеді. 7 күндік болғаннан кейін Одан ешқандай былай болмайсыз ғой. ғой. 7 күндік болғаннан кейін 15 адам бар еді ма сварщик? Тағы 15 адам керек. 30 адам болады. Одан ұтылмайсыз ғой. Ұтылмаймын. Алу керек жастарды. Қазір Не айтасыз? 15 күн. Bunu айтты ғой. Енді ол қараңыз, адам алу керек, жаңа халық жұмыс сұрап кетті. Бір-біріне сепшік болып кетіп бара жатыр да бұл заттар ғой. 45-50 жасында сварщиктер, жас сварщик. Жаңа фонд зарплатын айттық қой, енді фонд зарплатыға мен ана өзеннің бәрі жұмыссыздық сварщигінде, жаңа МБКС-те де бәрін ала берсем, оның бәрі деген қаражат қой, ақша төлеуім керек қой. Бесплатно ешкім жасамайды ғой. Ақша жоқ деген білмейді ол. Есақа, былай ғой. Мен сізге Алике хат жаздым ғой. Ол жауап келген жоқ әлі. Сварщик, узкий специалист, оны білетін шығарсыз. Қазіргі возрастной категория уже 50-60. Бұл мамандыққа жастар келмейді. Себебі айлық жоқ. Оқылмайды да даже бұл маман қазір. Сол проблема. Қазір деген мына категория кетеді, бітті. Жастар вообще келгісі келмейді сварщик болып. Оның сөзінің жаны бар. Сварщиктердің, оператор добычының, тағы басқаларының есуатты қарауға шықтыңыз ғой. Шығасыңыз, қарайсыңыз. Сварщикке қанша болады, қалай болады, оны көреміз дейді. Айлығын көтереді. Иә, сол айлығы ғой. Рейд көтеріле ма, басқа көтеріле ма? Жұмыс істеудің қиын. Май, газ. Сол мәселені қарайды комиссия. Есотты қараған кезде соны қарастырайды. Сұрақ қойып жіберейікші жаңа. Алик мырза жаңа мен мына жалғыз басты аналардың асыраушысынан айырылған аналардың сөзін айтайын деп тұрмын. Қарайған әкімшіліктің алдында сондай әйел адамдар тұр. Мысалы біздердің асыраушымыз жоқ, балдарымыз да жұмыссыз, өзіміз де жұмыссызбыз. Қаншама жалғыз басты аналар жүр. Олар да жұмысқа орналасқысы келеді. Неге сондай аналардың неге жағдайын жасамайсыз? Жұмыссыз, үйде ешкім жоқ, балдары студент. Балдар кішкентай 1-2 жас, олар не істейді, қалай күн көреді? Неге сондай аналардың жағдайын жасамайсыз? Ең бірінші соны шешіңізші, өтініш. Аналардың жағдайын жасаңызшы. Қайда мына жетім балдар қашанғы жылап жүреді? Аналар қашанғы қаңғып жүреді? Біздер жетісі аналар акиматты аралап жүреміз, облысты аралап жүреміз. Енді Астанаға да барамыз деп отыр едік, өзіңіз келдіңіз міне. Қашанғы бұл ненің жауабы шешіледі? Ең бірінші осы мәселені шешіңізші, сізден өтініш. Аналардың атынан сөйлеп тұрмын мен. Біздер қаншама соққа бірден бері жүрміз соқта әкімшіліктің алдында. Осы жұмыссыздықтың мәселесін. Сіз өтініш, сізге өтініш аға. Ең басы осы мәселе ғой. Жұмыссыз мәселесі, аналардың мәселесі. Балдарымыз жүр жұмыссыз, қаңғып жүр. Қалай болады енді? Соны айтыңызшы. Ал асыраушы жоқ аналар не істейді? Олар да жұмысқа кіргісі келеді. Олар да осы аутсорсингке ілінгісі келеді. Ал балдар жоқтары жүр, балдар кішкентай. Олар да енді балдарды асырамай ма? Қалай ол жағын айтыңызшы, бір ауыз сөз айтыңызшы. Не деп айтасыз? Шешімі бар ма бұның? Айтыңызшы, бір ауыз сөзіңіз, сіздің сөзіңіз керек маған. Бір уәде беріңіз, мынандай болады деп бір сөзіңізді айтыңызшы. Қазмайгаз қарындас. Бүкіл жұмыссыздықты жаңа өзендегі шеше алмайды. Шеше алмайды. Біз қазір жаңа айтып отырмыз ғой, жұмыстанып жатырмыз. Былтыр мысалы Өзенмайгазға 280 адам алатын болса, биыл оны 600-ге дейін жеткізейін деп жатырмыз. Ана очередь жылжыту үшін. Бірақ ол схема бар. Ол схеманы мен бұза алмаймын. Мына кісілер сол схеманы жаңағы Біздердің балдарымыз да тұр схемада. Енді ол схеманы сенімсіздік білдіп жатыр, әділетсіз деп жатыр, әркім өзінің қамсын тығып жатыр. Сөйтіп айтып жатыр. Иә, әділетсіз дейді. Бірақ жаңағы сол схемада тұрған адамдар, бірнеше мың адам схема дұрыс деп айтады. Біреулер әділсіз дейді, біреулер жаңағы дұрыс дейді. Әділетсіз болғасын жиналып тұр. Сіз әкімшіліктің ғана бір өтіңші. Ол жерде 5000 адам тұр. Бір өтіңші, халықты сіз ойлау керексіз ғой. Бір өтіңіз, қарап шығыңыз,
қаншама жұмыссыз тұр. Бірінші жұмыссыздық мәселесін неге шешпейсіз? Қазмұнайгаз оның барлық жұмыссыздық мәселесін шеше алмайды. Неге шеше алмайды? Қалай шеше алмайсыз? Мейлі аз айлық 500 беріңіз. Шектеулі ғой. Ең құрығанда мінеки мен аналарды қозғалатырмын ғой, ең құрығанда аналардың жағдайын жасаңыз. Асыраушысынан айырылған аналар бар. Мысалы, олар да жұмыс жасағысы келіп, бала шағасын баққысы келеді. Жалғыз басты аналар бар, олардың балдар кішкентай, қалай бақады? Жұмысы жоқ басында. Қоғамдық жұмысқа жібереді 50-60 мың. Қазіргі мынандай қымбатшылық заманда былай тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді. Азғантай ақшамен қалай күн көреді? Оны акиматпен бірге шешу керек. Акимат енді соны ойлап, мынандай жұмыс орны, мынанша мың деп уақытша дейді, басқа жұмыс орны ашып жатыр ғой. Енді оның барлығын Қазмұнайгаз шеше алмайды. Қазмұнайгаз мен айтып отырмын ғой, қазір өз мүмкіншілігі бойынша жаңағы бәрін қарастырып жатыр. Бірақ Қазмұнайгаздың возможностьтары шектеулі, мүмкіншіліктері. Сондай статустарды кішкене алға қойып деймін да, мен аналардың атына келіп тұрмын. Ол жерде қанша аналар бірінен бері суыққа тоңып тұр, аяғынан сыз өтіп тұр. Енді бірінші статусы жоғары ғой әйел адамдардың. Кішкене сіздерде сәл кідіре тұрыңдар. Әйел адам шынымен де ол жерде қаншама жалғыз басты аналар жүр, қаншама асыраушы жоқ әйел адамдар жүр. Олар күн көру керек қой, оларды кім бағады? Асыраушысы жоқ. Оларды кім бағады қарауылсың? Ең бірінші соны шешіп беріңші. Алға соны қойыңшы бірінші статус бұл. Жарайды, тағылын сұра. Соны ойласып беріңші. Жақсы рахмет. Мен дегенім КПЗ-ға қарасты кәсіби профессионал мекемесінің атынан келіп отырмын. Біздер сізге хат жаздық, 15 күн жұмыс уақыты өтті, бірақ әлі хабар келген жоқ. Біздерде 5 жыл болды жүргенімізде сол жақта, бірақ бірде-бір КПЗ-ға штат болып ауыстырған жоқ біздерде, алып стаффинг болып жүр. Соны өткізе ма, қалай болады? Бұл мәселені қарайыншы. Жалпы сізге барлық жерде хатын жаздық. Мәлімет жоқ. Мәлімет жоқ? Шық деп атыр ғой, шықтыған. Білмеймін, іште адам көп, кімдер екен білмеймін. Кімдер жеке сөйлесіп атыр ма? Өзімдегі директор ғой жаңа. Шығыңыз деп жаңа. Сол шығып барады мен сыртта. Іште енді біраз адам қалды, олар не шаруамен келіп отқан білмеймін ал. Видеоға түсірме дейді, сонымен жаңа шығып барады. Қазында. Қалай амансың? Не бұл? Сен қай канал ма я былай балдардың? Мен қазір Фейсбукқа шығып отырмын. Сіз кім боласыз? Кім боласыз? Тек балдарды шығарып жүрсің ба? Иә. Жұмыссыз ба сіздер, жұмыссыз ба? Жаман зат емес қой, а? Жаман зат нет ол. Жаман емес. Жоқ, түсірме демейді, түсірме. Жаман затқа түсірмейді ол, сәнбет. Біліп қойын, апаңның артынан қалмай жүрсіңдер. Жоламан. Қайда қабылдаватыр? Жоғарда. Мына бүкіл өзеннің халқы жоғарда Айдарбай, Аликпа деп бәрі келіп қабылдауға келіп жатыр. Мәселе деген жиналып болған соншама. Кіргізіп жатыр ма, қабылдап жатыр ма? Жоғарда барып сөйлесіңіз, жоғарда екінші неде. Жоқ. Сөйлесті қойшы, біздер оны шешіп алайық. Сөйлесің ба, мен сөйлеймін саған. Ал сөйлеңіз. Сәл әрірек тұр. Мынау Жаңаөзен қаласы. Былайрақ тұрыңыз, мына қанна. Айта беріңіз. Мынау Жаңаөзен қаласы, БЖБ деген мекеме. Bizim Жаңаөзен қаласының әкімі қайда, үкіметі қайда, мына халықтың бәрін БЖБ-ға қамап.
Халықтың талабын шешіп бермей ме балдардың? Біздер бір талаппен тұрып, бүткіл Жаңаөзен қаласының адамдары біздің мекемеде жүр. Акимат неге кіргізбейді халықты? Дұрыс қой, жүргендеріңіз дұрыс қой, басқа мекемесіңдер қой, бәрінде жұмысы жоқ. Халықта бар şimdi. Халықта бар, дұрыс айтты. Бүткіл өзен мекемеге қылмақтар. Түгел халық қой, жаңа жұмыссыздар келді. Сол кеше мекемелерде бар. Мына жігіттердің талабы, талаптарын шешіп берсін деп тұр. Жаңаөзен қаласының әкіміне. Қарап, дұрыс емес мынау деген негізі. Апай, мен де айтып жатырмын, сіз де айтып жатырмын, бір затқа түсінуші, бір талапты шешіп алайық. Бұйыр әкимат емес, негізі де келгеніңіз қызғанып тұрған жоқпыз. Мыналарға керегі осы, мынау керек, жалығын айтады, мынау керек. Уақыт созайып отыр мыналар деген. Барғанмен сізді де бізді де иә Алдықтар. Иә, енді айтып жатқан жаңа нелері, енді әкімшіліктің алдында да не істеймін, баратын шығар енді, білмейміз. Жаңа Алик Айдарбаев мырзаға айтты ғой, жігіттер. Жаңа атамыз айтып кетті, келіңіз көріңіз, 5000 адам тұр, жағдайын қараңыз деп. Көреміз енді, міне адам саны тіпті көбейіп кеткен сияқты мұнда. Әртүрлі мекемелерден әлі жерде тағы да мұнай спецназ деп барып көрейінші кәдімгі, бәріне барып көрейінші. Олар не талаппен тұр? Мынау тұрғандар жаңа мұнай спецназ компани. Камера түсіріп жатыр. Жоқ, мынау не тікелей эфир ғой, айта беріңіз. Департамент. А? Ama 45 жігіттер ай. Сыр болайын не айтып отыр? Қане? Жоқ, ақша ма аға? 100 мың теңге ақша ма? Мына МСК-ның жігіттері жай жағында тұр. Ана мені доп соглашение көрген жоқпыз деген сияқты әңгіме айтады дейді. Айтады емес? Иә, мен көрсеттім жігіттерге. Бастығына айтсаңызшы, кездесіп жігіттермен дұрыстап түсіндіріп. Қағаз жүзінде берсін бізге. Қазір сол барады контора ма сіздерде? Қазір контораға барады жігіттердің бәрі. Бірге барыңызшы. Көшеге шақырса кетеді бірақ. Түсіндіріп, міне бәрі қол қойылды, мынандай төленеді деп түсіндіріп айтыңыздаршы. Көшеге келсін, Қарақалттың үш жұмысы. Ана нені автобуспен тамақтың несін санап жатырық деп өзіңіз айтыңыз. Соның бәрін түсіндіріп жігіттерге мына жерде жұмысқа шықпай бәрін түсіндіріп айтыңызшы. Осы жерден бізді қазір мекемеге басқа жаққа айдайтын жоқ, осы жерге шағын. Қатты мен бере алмаймын. Жаңағына сіздердің көзінше сөйлестім ғой мен. Қазір контора барыңдар, қазір қанағат сол жерге барады. Тендер мәселесін қазір қарап отыр ма? Жоқ, оны кімге айтты? Мәселесі ол бөлек әңгіме. Оны айтты, оны түсіндік. Түсінген шығарсыңдар енді. Перевод бар ма? Хотел перевод. Қалай перевод? Сіздер бір нәрседен екіншісіне шығып кетпесіңдер. Бір нәрсені сұрадыңдар, мен сіздерге айттым. Қазір барыңдар, бастықтарың сол жерде болады. Қозғалған қай жерімізге бәріміз бір жұмыс жасаймыз, бір әңгімені тағы не кетті болсыңдар. Басқа әңгіме кетсіңдер. Қазір барыңдар, бәрі ресми түрінде сіздерге түсініп бәрін айтады. Мен көрсеткен нәрсенің бәрін сіздер көрсетеді. Қолдарымызға қағаз жүзінде бермесе, бұл жерден қазір бізді басқа жерге далаға. Жалпы сендерге доп соглашение жасау керек па? Доп соглашение сол жерде жазылу керек. Сосын сендер коллективный договор бар ма? Онда осы жылдың алған жоқсыз. Профсоюз жоқ бізде. Профсоюз договор деген қол жинаған. Профсоюзға представитель работника ма біреу керек қой, сосын коллективный договор. Представитель енді біз өз арамыздан былай қойып жатырмыз. Өкілдер ретінде. алдында да жазда да құлақ. Енді сендер тарың ғой, енді арасынан профсоюз болмаса да тұр ғой, болғанда да қудалап араларында. қорғап тұр ғой. Бегежан мырза сөз өрбеді ғой.
профсоюз болмаса да араларында бір представительді шаралар бар шығарылып тұр ол спокойно эмес спокойно айтыңдар осылай біздің коллектив договор профсоюз дейді адам халық жұмысшылардың санына қарай ма қарамай ма неше адамнан асқан болу керек бола бере ма? иә бұл профсоюзды өзіміз сайлауымыз керек. Сайлау құқығымыз бар қайда? енапат жігіттерсіне айына тиынды аударып тұруымыз керек соған. спокойно айқайламай өзімнің жағына өзінің сервис бізге протокол алып келу керек қой сөздің ашығы. енді қазір протокол емес протокол сіздер ондай коллективный договор уже создавать етіп тастады. договорды работодательмен бастықтарымен қол қоясыңдар. любой юристпен не қылсаңдар болады. Біз біз кешке 6:30-да кірдік бастыққа 6:07 бала болып сол кезде сұрадық. Бізге 11 сағат деп береміз деді ғой. Осы февралдың 1-нен бастап біздің сағатымыз 9 сағат еді. 11 сағат. Сол берілді ма дегенде әлі шешілген жоқ. Ол қашан шешілетінін білмеймін дейді. Айдың аяғында шешіле ме, оның ар жағында шешіле ме оны білмеймін дейді. Біздің директорымыз күні кеше кеште айтқан әңгімесі. Қазір мына көтергеннің бәрі бірінші ақпаннан басталады. Сендер январьдан ала башасыңдар, бірақ уже февральдың аяғында Жоқ, көтерілген айлық осы айлығымызды қазір міне түсетін болса, бүгін түсу керек айлық 15 күн. Сонда нормальный ақшамен аламыз да сондай. бірінші ақпаннан бәрі бірінші ақпаннан. Марттың зарплатасы. Иә, февраль. Мартта алған ақшаң дұрыс түседі ғой. айлығын онда 6-сында енді білмеймін сіздерді қалай келісім қандай екенін. Оны өзара мекеменің арасында келісімдер 15 күн біздің мекеменің арасында келісімдер онда қолғаса білебедетін жасайды. Қана тұз жерге бара ма? Гаражға ма? Айдарбай. Электронный вариант. Соны бар кезде пайдаланып қалып жатқанды ғой. Сонда енді жігіттер кірді ғой енді. Мен Айдарбаевтың орынбасардың санаңда. Орынбасар болғанда аға енді тұра тұр. Бар жерде пайдаланып басқа мекемеге бармасы мына жерден адамды алдайтайын деп тұрсың. Ол болмайды. Қырғын жұмысшыны бір адамның алдына жібермей, сол адам бұл жерде адам азайту болып тұр ғой мақсат. Бұл жерден Сендер өздерің өтініш жасадыңдар. Мен келіп қанағаттан жаңа сұрап алдым. Алдарың ертең жігіттен маған өтініш жасап келдім де, хорошо дедім де, өзім көрсеттім жігіттен. Ол тауыл. Сендерге мен еще кінәлі қыласыңдар. Мен мәселе мен деген кешеде өшеде жүрдім. Түнмен ұшақта жүрдім. Қағазымыз бар ғой. Біздің бастыққа жетпеп тұр. Бармап тұр біздің бастыққа қағаз. Мен жаңа қанағатпен сөйлестім ғой жаңа. Онда қанағат осы жерге шақырдыңыз. Осы жерге. Айт, біздің бастық айтып жатыр. Бастығында жоқ. Ерланға біздің бастыққа звондап тұрмын, сөйлесіп тұр. Қайда бізде қолымыздан Ол сол қол қойып қалай ол? Қол қойыптың бәрі бар дедім, маған ештеңе берген жоқ. Сөйлестік. Осы жерге бәрі осы жерге бәрі алданып ауыз келген адамдар кімге сенбейді. Біз кетпейміз. Сенім хатпен алып кетсін, сосын шығамыз. Айлығым тиісті емеспін. Мына жігітті өтініш жасағаннан кейін алып мен көрсеттім. енді бұлар енді договор менімен емес кімде талқы ғой кім бар жаңа талаптарыңызды айтып жібересіңіз ба? Талап толик. Талаптарға айтып жібересіңіз. Жолда. Ана кім? Мынақай. Yok. Ерланның жүрген қағазында қолы бар екен. Анжақ кеттім. Ана жақтан түсіргім келеді.
тікелей эфир ғой ол қазір үндеу жасаған аралып кетті ана жерде кімдер бар ерланның қолы тұр дейді. көрдіңіздер ма? Осы БЖБ мекемесінің мына гаражы ғой. Осы гаражға бүкіл осы өзенде кешегі мекемелер ереуілдетіп тұрған жаңағы еңбек дауымен тұрған барлық мекеменің өкілдері келді. Жаңағы Алик Айдарбаевтың сұрақ. Александр. Жаңа көрдіңіз ғой өздерінің жаңағы несін айтып жатыр. Одан жаңағы жұмыссыздар келді. Түрлі мекеме бар мында. Қайтадан қазір жоғарыға шығып, жоғарыдан бір көрініс алайын да, содан мен мына эфирді аяқтайын. Телефонға қуат көзді азайды. Ол ішке кіргенде қайсы жаңағы Алик Айдарбаев отырған жерге өздері шығарып жіберді ғой, білмеймін, бір топ азаматтар келді. Олар кім екенін білмеймін. Өзеннің директор шыға ғой деп. Іште сөйлесіп отыр. Әркім барды несін айтып отыр. Шешіліп ма? Шешілген жоқ, әркімнің мәселесі әртүрлі. Жеке меншікте шешкен жоқ қой. Меншікте жұмыссыздарға жаңағыдай неде отыр. Жоқ, сіз мекемені білмеймін, бірақ БЖБ нелер білмеймін, олар енді жаңағы бір соласына сөйлесіп отыр. Жеке меншік болмайтын бар ма енді? Қайсысы? Кірген балдар. Олар әлі жоқ. Осымен қарап тұрып прямой эфирде? Иә. Қазір шығып кетем ғой, былай кірем ғой. Мына біздің Мәкең. Ассалаумағалейкум. Салам. Не қылдың? Прямой эфир іштен кетті ме? Мына біздің Нұрмет. Кірдім ғой жаңа, кіргенде жаңа жұмыссыздар. Бірінші кешегі FTC деген мекеме, солардың бәрі. Кеше тұр ғой біздің өзенде жаңағы еңбек дауымен. Солардың бәрі мында келіп тұр ғой. Ішке кіріп кезектесіп кірді. О, іші жаңағыдай. Сосын жаңағы шығарып жіберді, енді іште білмеймін, біреулер қалды. Кім екенін білмеймін, жаңағы өзеннің директоры. Маған шыға қой дейді, мен сосын шығып кеттім енді. Онымен шықпаймын деп не істеймін оны? Ол жерде жаңағы әңгіме андай болып кетті. Жоқ, мынауың бәрі. Мына тікелей. Не айтасың, Нұрмет? Тікелей. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн қазақ елі. Бүгін міне 15 ақпан Жаңаөзен қаласы Өзенмұнайгаз мекемесі жалақы мәселесімен тұрмыз. Бүгін екінші тәулік болды. Бұл жерде уәдені басқаша береді, басқаша жұмыс жасалады. Содан ауызы күйген халық міне бүгін келіп жиналып бұрғылау жұмыстары басқармасы мекемесінде 2011 жылы ашылған мекеменің ішінде әр Өзенмұнайгазға қарасты 18 мекеме болатын болса, ішіндегі соның әрқайсысынан өкілдері бар, профсоюз мүшелері бар, еңбек бауымен тұр. Бұл жерде уәдені беріп, уәдесін орындамай отырған Қазмұнайгаз компаниясы жалақыны көтереміз деген өзінің пайызын көтермегендіктен халық жиналып наразылық танытты осылай қалды. Енді қазіргі таңда Қазмұнайгаз компаниясының директоры Алик Серикович Айдарбаев қасындағы өзінің экономист және мамандарымен келіп, қазіргі таңда дәл осы кезде контордың ішінде, мекеменің ішінде талқылап жатыр. Бұл жерде тағы да айта кететін жағдай, Өзенмұнайгаз компаниясы, Жаңаөзенмұнайгаз компаниясы бір жылда 5 миллион 329 мың тонна мұнай береді. Оны баррельге бөліп есептеген кезде
миллиардтаған доллар болады. Сол ақшаның 0,5-2% осы жұмысшылардың, содан кейін осы мекеменің әл-ауқатын көтеріп тұр. 0, тағы да айта кетейін, 0,5-2%. Сонда 99-да 4,8% ақша қайда кетіп жатыр? Сол мына қарапайым жұмысшылардың бүгінгі еңбек талабын қойып жалақы мәселесін көтеріп тұрғаны сол. Оның бірден бір себептері жаңағы мен айтып кеткен сома. Өздеріңіз есептеп қарасаңыздар да болады. 5.329.000 тонна мұнай. 1 тонна мұнайда 6 баррел болады деп есептейік. 159 литр болған кезде 6 баррел болады екен. 1 тонна мұнайдың бағасы сонда 500-530 доллардан. 1 тонна мұнайдың бағасы 530 доллардан болады. Енді есептеп қараған кезде бұл бізбенен қарапайым адамның миы жетпейтін үлкен сомалар бар да. Халықтың еңбегі, халық радиацияны жұтып, дәл сол мұнайды өзінің қолымен, өзінің маңдай тер табан етімен және де өзінің түгелдей денсаулығын беріп, осы мұнайды халықтың игілігіне деп шығарып жатыр. Сол себептен де мұнайда жұмыс жасаған 30 жыл, 25 жыл жұмыс жасаған азаматтар пенсияға шыққаннан кейін де бұлардың өмір жасы ұзақ емес. Шынын айтқанда денсаулығынан айырылып 63 жасқа жетем дегенше көбісі жете алмайда бұл өмірден өтіп кетіп бақилық болып кетіп жатыр. Өзен қаласында, Жаңаөзен қаласында өзіміз танитын, біліп араласып жүрген, бірге жұмыстас болып жүрген жігіттердің 30-40 жастағы, 45 жастағы жігіттердің жүрек ұстап қалып, өліп қалып жатқан азаматтар ішінде сол сияқты азаматтар өте көп, мысал қылып айта беретін болсақ. Бірақ қаламызда ешқандай да бір дұрыс адам жасайтындай, халық өмір сүретіндей, барып демалатындай орындардың ешқайсысы жоқтың қасы. Соның барлығын ескере келе, біздің қоятын талаптарымыз халықтың еңбек ақысын дұрыстап төлеуін талап етеміз. Оны Астананы салып болды ғой. Астананы салып болды. Енді мына Маңғыстау халқының өзіне кішкентай болса да жоғарыдағылар көңіл бөлуін сұраймыз. Осыдан 2011 жылы Зинолла Алшынбаев деген осы жаңаөзендік депутат азаматымыздың бір айтып кеткен әңгімесі бар. Егерде мұнайдан түсетін таза пайданың 2%-ын Маңғыстау бюджетіне беретін болса, 2 жылдың ішінде қаланы түгел мрамордан салам деген болатын. Ол кісінің олай айтатында реті болған шығар. Сол сияқты шындықты айтқан азаматтардың барлығын қудалап, экранға шығармаудың амалы, кілең қорқытып, үркітіп, жұмысты тоқтатпаудың амалы бұл жерде. Бұл енді бірінші митинг емес, дәл осыған дейінде бірнеше рет осындай митингілер өтті. Оның барлығы еңбегіміздің дұрыс есептелмеуі. Содан кейін тағы да айта кететін жағдай, бүгін міне Жаңаөзен қаласында тек қана Өзенмұнайгаз емес, соған қызмет жасайтын мекемелер, содан кейін мына медикер мекемесі, медсестралар осы мұнайшыларды түгел жұмыстың алдында давлениесін өлшеп, жаңа денсаулығын қарап, жұмысқа рұқсат беретін медикер компаниясының азаматшалары да бүгін таңда тұр бізбен бірге. Содан кейін Жаңаөзен қаласында 4-5 мыңның үстінде әкімшіліктің алдында жұмыс сұраған жастарымыз тұр. Бұлардың барлығы қолында дипломы бар, жұмысын оқуын бітіріп келген, бірақ баратын жер жоқ, басатын тауы жоқ. Бұл кісілердің мұңын тыңдайтын адамның өзі қалмай бара жатыр бүгінгі таңда. Бұрын енді Назарбаев патша кезде Нұржүйеден көретін едік. Қазіргі көріп отырған күнімізде дәл соның қазіргі жаңа типі, жаңа нұсқасы деп ойлаймын. Ешқандай да жұмыс орны ашылған жоқ. Жаңағыдай мұнайдан түсетін қыруар пайданы қашанғы олигархтар мен бір жеке тұлғалар, қашанғы байманаптар көре береді. Халықта оның игілігін көруге тиесілі деп есептеймін. Және де осы мұнайшы болмаса да Жаңаөзен қаласында тұратын және Жетібайда тұратын, Маңғыстау облысында тұратын әрбір азамат өзінің денсаулығын беріп отыр. Қалай десеңіз, қалай дегенде де мұнайдың шыққан улы радиациясы, оның жаман ауасымен осы Маңғыстау халқы демалып отыр.
Менің айтарым осы, Серік. Тағы да бір қайталап айта кетейін. 5 миллион 329 мың тонна мұнай шығады Жаңаөзен қаласынан бір жылдың ішінде. Оның 0,5-2% ғана Жаңаөзен қаласына қайтарып салат ақшаны. Сонда 99-да 4,8% қайда кетіп жатыр ол ақшаны. Ойлану керек, халыққа қарау керек. Халық қазір барлығы сауатты, дипломын қолына ұстап жүрген, екі қолға бір жұмыс таба алмай жүрген адамның сан есебі жоқ. Тек қана жұмыссыздыққа тіркелген, жаңағы жұмыс сұрап барып жүрген азаматтардың саны 8 мың, 5 мың мен 8 мыңның ортасында. Ал енді ол жерге барып тіркелмеген, үйінде бір азамат жұмыс жасайтын болса болды деп жұмыссыз жүрген 18 жас пен 40 жастың ортасындағы азаматтардың санын жалпы есеппен алған кезде 20-25 мыңның айналасына жетіп жығылады деп ойлаймын мен өзім. Мына жерде тағы да айта кететін мәселе автогаз мәселесімен 3,5 жылдан бері мен өзім жеке қасында бір топ азаматтар бар, белсенді жігіттер араласамыз, айналыстық. Мүмкін емес деп 65 теңгеге бір көтерді, одан кейін келіп 120 теңгеге бір көтерді. Соңында 120 теңгеге көтерген кезде бүкіл Маңғыстау халқы осы газ мәселесімен көшеге шығып кетті. Оны қолдап бүкіл Қазақстан шықты да. Сонда бір 4-5 адамның қалтасының таза пайдасын ойлап, Қазақстанда қаншама боздақтарымыз, қаншама азаматтарымыз құрбандыққа шалынып кетті. Сондай іс-әрекеттердің алдын алу жөнінде қаланың халқына жағдайын жасау керек. Қаланың ішін әсемдеп, қаланың ішінде халық демалатын саябақтар, тағы да сондай. Содан кейін Қазмұнайгаз мекемесі мен ойлаймын, завод ашуға өзімізден шыққан мұнайды, өзімізден шыққан шикізат күйінше шетелге сатпай, осы жерде соны қорытып, өзіміздегі бензин шығармасқа. Сол халықтың жағдайы осылай, бауырым. Қазақ халқына Алла қуат берсін, дендеріне саулық тілейміз. Жерасты, жерүсті байлықтары халықтың игілігіне бір күн болмаса бір күн жаратар деген үміттеміз. Сау саламатта болайық. Ай сау бол. Мына Нұрымбет Алназаров деген, Алназаров Нұрымбет деген Жаңаөзен белсендісі. Прямой ғой. Иә, тікелей эфир. Ассалаумағалейкум. Нұрымбет сені кірсін, кімге кірсін деп жатыр. Осы ағаны кіргізу керек еді дейді. Талап айтуға. Талапта бар жігіттер, дайын жігіттер бар. Ассалаумағалейкум. Ал солай. Қазір сағат неше болды? Мен мынау жоғарыдан бір түсірейін енді. Қалай? Аман? Қазір аяқтаймын да. Қазір мына жоғарыға шығып бір көрініш көрсетейін сіздерге мұнда. Содан жаңа тікелей эфирді аяқтаймын. Осы қуат көзін жаңа қайттан. Құрылғымды қуаттап алып қайтадан эфирге шығамыз. Бүгін жұмыс көп бізге. Енді мынау жаңағы түскі мезгіл ғой, қазір істейін демеге дейміз, адам азайып болған жаңа мына жерде деген. Бүкіл өзен осында жүр десек те олар. Өзеннің жаңағы ішіндегі мәселесі бар, азаматтар бәрі осында жүр. Жұмыссыз азаматтар да кетіп кетті. Солға ағайындар, кешегі айтқан Елбісін арнасына жаздыңыздар, Елбісін арнасына жаздыңыздар. Ол жерде эфирлер бар, бүгін таңнан бастап түсірген эфирлер бар, жаңағы мұнайшылардың жаңа үндеуі бар, айтып жатқан. Қазірде жүктелмей қалған эфирлер бар, қазір соны жүктеп, сонда шығарамын. Телефонды қазір қуатта болайық. Бүгін бізге жұмыс көп сияқты. Бауыржан шығып отыр, жұмыс көп деп. Иә. Жақсы ағайындар. Жақсы, сау болыңдар, рахмет эфирде бірге болғандарыңызға.